Сәлем, құрметті қыз-келіншектер, Тоқымашы Ұлмекен каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай сүп-сүйкімді пинетки тоқып үйренетін боламыз. Мен бұл пинеткиді 3 жастағы қызыма арнап тоқыдым. Ал дәл қазір біз осы 1-2 жаста размерге арналған пинеткиіміздің екінші сыңарын тоқып үйренетін боламыз. Бізге қажетті құрал саймандарымыз: біріншіден жіп, қайшы, қатар санауға арналған санауыш, маркер, мінекей осындай маркерлеріміз және ине қажет, тоқымаға арналған ине. Және де ең басты құралымыз ол бізде спицы, троспен номері 4-тік спицы қажет болады бізге. Біздің жібіміз Alize Lanagold Classic жібі. Сіздер тоқымаға арналған кез келген жіпті алсаңыздар болады. Ең бастысы қалың немесе өте жіңішке болмаса болды. Бізде бұл жіптің құрамы 51% акрил, 49% жүн, 100 граммда 240 метр болады. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Ең әуелі жібімізді алып, инемізге 32 петля теріп аламыз. 2, 3. Біздер петля тергенде қатты тартып жібермейміз. Себебі резинкасын созғанда тар болып кетуі мүмкін. Яғни қатты тартпай, бостау, жұп-жұмсақ қылып тоқып отырамыз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. 4, 5, мінекей, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Мінекей инемізге 32 петляны теріп алдық. Ендеше тоқымамызды екінші жаққа айналдырамыз. Бұрамыз да ары қарай тоқып бастаймыз. Жұмыс жібімізді аламыз да, ең алғашқы петлямыз ол бізде кромочный петля болады. Сондықтан да оны жай ғана екінші инемізге тоқымай өткізіп аламыз. Және де екінші петля бізде оң петля тоқитын боламыз. Және біздің резинамыз бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс тоқылады. Оң петляны тоқымамыздың алдыңғы бетінен аламыз, және жібіміз артқы бетінде тұрады. Сол теріс петляны алдыңғы бетінен аламыз, және оң петля, теріс петля. Теріс петляның жібі инеміздің алдыңғы бетінде тұрады. Оң петля, теріс петля, оң, теріс, 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 оң, теріс. Осылайша бір оң, бір теріс тоқи береміз. Сол кезде бізде резина пайда болады. Теріс, оң, теріс, оң, теріс тоқимыз.
Және соңғы петляға келдік. Мінекей соңғы петляны біздер міндетті түрде теріс тоқитын боламыз. Мінекей соңғы петляны біздер теріс тоқып аламыз. Тоқымамызды бұрамыз. Тоқымамызды бұрып, ары қарай екінші қатарды тоқимыз. Әдеттегіше бірінші петля бізде жай ғана іліп аламыз, тоқымаймыз. Екінші петлямыз бізде оң болып шықты, мінекей оң қылып тоқимыз. Оң петляны екінші қатарда тоқымамыздың арғы қабырғасынан және жібімізді арғы бетінен алып тоқимыз. Бірінші петля оң петля болады, екінші петлямыз. Және үшінші петля теріс петля, оны бергі қабырғасынан аламыз және жібімізді инеміздің бергі бетіне өтеді. Оң петля, теріс петля, оң петля, теріс петля, оң петля, теріс петля, оң, теріс, оң, теріс, оң. Мінекей арғы қабырғасынан алып жатырмыз. Теріс, оң, теріс, оң. Ары қарай осылай бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс резина тоқып шығамыз. Теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Және соңғы петляға келдік. Соңғы петляны біздер міндетті түрде теріс тоқитын боламыз. Теріс тоқып алдық. Мінекей екінші қатарымызды аяқтадық. Осындай бізде бір оң, бір теріс резинасы пайда болады. Бұл біздің пинеткеміздің қонышы. Және тоқымамызды бұрып, үшінші қатарды бастаймыз. Әдеттегіше бірінші петляны міндетті түрде кромочный петля болады, оны жай ғана іліп аламыз. Екінші петля оң болады, теріс, ары қарата бір оң, бір теріс қылып тоқып кете береміз. Мінекей оң петляны біздер үшінші қатарда да тоқымамыздың арғы бетінен аламыз. Яғни арғы қабырғасынан жібімізде инеміздің арғы бетінде тұрады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жібіміз инеміздің арғы бетінде, ал терісте бергі бетінде тұрады. Арғы бетінде, бергі бетіне айналдырамыз. Мінекей оңды арғы бетіне қойсақ, жібімізді терісте бергі бетіне қоямыз. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай өзіміз жалғастырып тоқи берейік. Мысалы, біздерде соңғы петляны міндетті түрде теріс тоқимыз. Және ол былай айналдырғанда ол кромочный болады. Оны тоқымай инемізге жай ғана алып аламыз. Осылайша өзіміз 30 қатар болғанша тоқи берейік. Бір оң, бір теріс қылып резинасы 30 ряд болғанша тоқимыз. Егер де сіздер, мысалы, осылай қайырылып тоқыдым ғой, ол үшін сіздер 30 қатар тоқисыздар. Осылай. Ал егер сіздер қайырмай, тек бір қайырмай тоқи қылғыңыз келсе, онда сіздер 14, 15, 16 қатар тоқсаңыздар болады. Ал 30 қатар тоқсаңыздар, осылай қайырып тоқисыздар. Мінекей біздер 30 қатарды тоқып шықтық. Мінекей қазір мен сіздерге санауды көрсетемін. Ең әуелі біздер мына бірінші жол тұр ғой, оны санамаймыз да, одан кейін бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Міне мен 30-шы қатарды енді тоқып жатырмын. Енді аяқтаймын. Қазір аяқтап тастаймыз. Резинамыз тоқимыз, оң теріс қылып,
қатардың соңына дейін. Бұл бізде соңғы 30-шы қатар. Мінекей, теріс, оң, 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 теріс. Соңғы петляға келдік. Бұл жерде де дәл солай теріс аламыз. Теріс тоқимыз. Мінекей, біздер толық 30 қатарды аяқтап шықтық. Бұл бізде мінекей нәскиіміздің қонышы болады. Бұл бізде ішкі беті, ал былай айналдырамыз тоқымамызды, сол кезде бізде пинеткиіміздің сыртқы беті шығады. Біз оны шатастырып алмау үшін осылай маркермен белгілеп қоямыз. Ары қарай, енді ары қарата біздер пинеткиіміздің енді тек алдыңғы бетін тоқитын боламыз. Ортасын, яғни. Мінекей, нәскиіміздің алдыңғы бетін тоқимыз. Бұл жерде осындай дорожкалар шығу керек. Бұл дорожкаларды санайық. 9 дорожка. 1. Мінекей, 1. Бұл өзі платочная вязка деп аталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне, 9 дорожка. 10-шы дорожка бұлай айналып кетеді. 2 қапталымен қосылып айналып кетеді. Енді қазір мен сіздерге осы 9 дорожканы қалай тоқу керектігін көрсететін боламын. Тоқымамызды аламыз қолымызға. Әуелден біздер 32 петля теріп алдық қой. Сол 32 петляны 3-ке бөлеміз. Яғни ортасына 10 петля, 2 қапталына 11 петлядан тереміз. Ортасына 10 петля тастаймыз. Және 2 қапталына 11 петля тастайтын боламыз. Бірінші кромочный оны жай ғана кигізіп аламыз. Ары қарата біздер енді бір оң бір теріс емес, барлығын оң тоқимыз. 2 жақтан да оң тоқи береміз. Мінекей, оң, 3-ші қатар петляны да оң алдық, 4-ші петляны да оң алдық. Осылай біздер 11 петля оң тоқимыз. 11 петля тоқимыз. 11 петля тоқыдық, және оны біздер шатастырып алмау үшін маркер белгілеп қойсақ болады. Ортасындағы 10 петляны тоқимыз. Оң тоқимыз бұларды да. Тек қана оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 10-шы петляға келдік. Енді сыртқы беті ғой, мынау пинеткиіміздің мінекей маркермен белгілеп қойдық. Соны сыртқы беті болғандықтан жібімізді алға жібереміз де, инемізден теріс аламыз. Соңғы 10-шы петляны теріс тоқимыз. Егер де пинеткиіміздің алдыңғы беті болса, сыртқы беті. Және екінші жағына да шатаспау үшін осылай маркер белгілеп қойсақ болады. Кейінірек бұл маркерлерді алып тастасақ та болады. Биік деген сайын өзі білінеді, аралары ашылып білінетін болады. Екі шетіне 11 петля, ортасына 10 петля. Ортасы 10 болды. Енді біріншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей 11 петля болды. Екі қапталы 11 петля, ортасы 10 петля болады. Енді ары қарай тоқып жалғастырмаймыз, керісінше тоқымамызды бұрып аламыз. Ортасын тек қана 2 жақ бетінен де оң тоқи береміз. Біріншісі кромочный оны тоқымай жай ғана іліп аламыз. Ары қарай оң тоқимыз. Сыртқы бетінен де, ішкі бетінен де оң тоқи береміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы петля мінекей ішкі беті болғандықтан
бұны біз оң тоқимыз. Мінекей. Ішкі беті бұл пинеткейіміздің ішкі беті. Ішкі бетінен соңғы петляны оң аламыз, ал сыртқы бетінен теріс аламыз. Мінекей. Тоқымамызды бұрамыз. Мінекей бізде осындай, көріп тұрсаңыздар, осындай бір дорожка шықты. Арғарай тек ортасын тоқи береміз. Мінекей, осындай бір дорожка шықты. Бірінші петляны біз тоқымаймыз. Оң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы петляға келдік. Мінекей, екі жақтан да оң тоқимыз. 10-шы соңғы петля сыртқы бетінен теріс аламыз. Теріс тоқимыз. Мінекей, мына маркерді алып тастай берсек болады. Себебі бізге биіктеп білінді. Осындай ұзыр шығып биіктейді. Дәл солай бірінші петляны іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оң тоқимыз. Ішкі бетінен соңғы петляны оң тоқып аламыз. Екінші маркерімізді де мінекей, осында екі дорожка шықты бізде ішкі бетінен. Екінші маркерімізді де алып тастаймыз. Бірінші петляны аламыз. Сыртқы бетінен де оң тоқи береміз. Екі жақ қапталдан да оң тоқи береміз. Тек ортасын тоқып жатырмыз біздер нәскиіміздің. Мінекей, соңғы петля теріс тоқылады. Мінекей, біздер осындай алдыңғы бетін осындай екі дорожка шықты ғой, міне алдына көрініп тұр, міне 1, 2. Осындай дорожкалерді биіктетіп 9 дорожка болғанша өзіміз тоқып шығамыз. Тек алға артқа, алға артқа. Мінекей, біздер пинеткеміздің алдыңғы бөлігін 9 дорожка қылып тоқып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соңғысымен 9 дорожка болды. Енді біздер қапталын тоқимыз. Қапталын тоқитын боламыз. Мына кромочный петлялардан әуелден жібімді қиып аламыз да, кромочный петлялардан біздер петля шығарамыз. Жібімізді аламыз. Мінекей, біздер мына жердегі кромочный петлялардан петля аламыз. Осылай алмаймыз, себебі бізде тесік қалып қояды. Дәл осылай алатын болсақ, тесік қалып қояды. Сондықтан да бірінші кромочный петляның жібімен осылай екі жіпті қосып, арғы жағынан петля шығарып аламыз. Бұл бізде бірінші петля болады. Бірінші петлямызды аламыз осылай. Бірінші петля алынды. Мына жерін кішкене қаттырақ тартып жібереміз. Мына екінші кромочныйден екінші петляны шығарып аламыз. Тоқымаймыз, жай ғана тек петляны, жібімізді шығарып аламыз. Кромочный петлямыздың, үшінші петля, кромочный петлямыздың екі қабырғасынан бірге шығарамыз. 4-ші петля, 5-ші петля, 6, 7-ші петля, 8-ші петля, ең соңғы 9-ші петля. 9-ші петляны шығарып алдық. Мінекей, бізде қапталында осындай петлялар шықты. Ары қарата оң тоқып кетеміз. Бір қапталында 20 петля болды. 11-ге 9 петляны қостық. Ары қарай оң тоқып кетеміз. Оң тоқимыз. Мына жіптерді соңыра жасырып тастайтын боламыз. Әзірше тұра берсін. Алдыңғы бөлігін тоқып аламыз. Осылай оң тоқимыз.
соңғы петляны да оң тоқимыз. Енді келесінен де дәл солай, мына қапталдан да дәл солай 9 петля шығарып аламыз. Инемізді алып, кромочный петлялардан екі қабырғасынан бірге салып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля, 7, 8, енді 9 петля. Мінекей, біздер 9 петляны осылай алмаймыз. Себебі ортасында бізде нәскейімізде тесік қалып қояды. Сондықтан екі астыңғы міне 2 петляны бірге аламыз. Ары қарата жалғастырып оң тоқып кетеміз. Оң тоқи береміз жалғастырып. Соңғы петляны біздер теріс аламыз. Сыртқы бетінен теріс аламыз. Мінекей, бізде пинеткеміз дәл осылай шығады. Және осыны осылай ұзыннан екі жақ бетінен де оң тоқи береміз. Айналдырып, оң тоқи береміз. Тоқымамызды бұрамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бірінші петля бізде кромочный, жай ғана шешіп аламыз. Ары қарата оң тоқимыз. Екі жақ бетінен де оң тоқимыз. Осылай ұзыннан барлығын оң тоқып шығамыз. Екі қапталын алдын қосып, барлығын бірге оң тоқып шығамыз. Ішкі бетінен тоқып жатырмын қазір. Ішкі бетінен де оң тоқи беретін боламыз. Мінекей, оң тоқимыз. Жаңағы жіптерімізді соңыра қазір кромочный петлялардың ортасына жасыратын боламыз. Ары қарата жалғастырып, ішкі бетінен де, сыртқы бетінен де оң тоқимыз. Сонда бізде әдемі платочная вязка узоры шығатын болады. Мінекей, жібімізді тартып жіберіңіздер, бостау болып шығып кетіп жатса. Мынау ішкі беті болғандықтан соңғысын оң тоқып кетеміз. Келесі бетін айналдырамыз. Міне бізде белгілі болды. Сіздерге көрініп тұрған шығар, мына жерде бір дорожка, мына жерде екінші дорожканы. Дәл осылай айналдырып, 4 дорожка шыққанша, мінекей, мынадай 4 дорожка шыққанша өзіміз тоқып шығамыз. Содан кейін астын тоқитын боламыз. Екі қапталынан қысқартып қосып отырып, астын осылай тоқитын боламыз. Өздеріңіз 4 дорожка болғанша тоқып шығарсыздар. Біздер пинеткеміздің екі қапталындағы қапталын тоқып болдық. Және ол 4 дорожка болды. 1, 2, 3, 4. Не 4 дорожка болды. Және ол мына оң жақ беті бар ғой, белгілеп қойған. Пинеткеміздің сыртқы беті. Сол сыртқы бетінен қарап тұру керек тоқып бастайын деп жатқанда. Енді біздер мына пинеткеміздің табаны астын тоқимыз. Осылай, мінекей, осылай тоқып отырып, екі жақтан қысқартып, қосып отырамыз екі жақтан. Енді ол үшін бізде мына қапталы 11 петля болды, одан кейін 9 петля қостық. Сонда барлығы 20 петля болады. Осы 20 петляның 1, 2, 3, 4, 5 петлясын белгілеп қоямыз. Үшеу, 5. Мына жақтан да дәл солай 5 петляны белгілеп қоямыз. Белгілеп аламыз. Бұл қазір өкшесін былай айналдырып шығарғанда керек болады. Өкшесін шығарамыз. Егер біздер барлығын тіке тоқып кететін болсақ, онда бізде өкшесі осылай тіке болып шығады. Бізде кішкене сәл дөңестеу болып айналдырамыз. Мінекей, осылай қазір табанын жабатын боламыз. Бірінші тоқып аламыз. Тоқып бастаймыз. Бірінші петляны жай ғана аламыз. Қалғандарын да дәл солай оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Мына 5 петля тұра береді. Мына жерден салып жіберіппін.
Мінекей осылай болады. Әрі қарай 10 береміз. 20 петля 10 тоқшамыз. 5-еу 6, 7-еу 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді ортасындағы петляны тоқи береміз. 10 петляны тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петляны енді мына соңғы ортасындағы 10 петлямен мына жақтағы бір петляны қосамыз. Яғни теріс тоқимыз. Қысқартып отырамыз. Екеуін бірге қосып қысқартамыз. Мінекей. Керісінше айналдырамыз. Мынаны жай ғана алып аламыз да, келесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мінекей. Енді 10 петлямен мына жақтағы бір петляны қосып, енді мына үшкі беті болғандықтан 10 істейміз. Екеуін бірге қосып қысқартамыз. Мінекей. Бірге қосып, бірге тоқып жібереміз. Сол кезде бізде бір петля шығады. Бір петляға қысқарады. Мінекей. Енді тағы да керісінше айналдырамыз. Осылай қысқартылып бізде асты тек тоқыла береді. Ортасы қысқармайды, екі қапталы қысқарып тоқыла береді. Мына жай ғана алып аламыз. 10 екенін санап отырамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей, көрінді уже. Алдыңғы бетін жібімізді алдыңғы бетіне шығарып аламыз да, теріс тоқимыз. Екеуін қосып тоқимыз. 10 петлямен келесі мына қапталдағы бір петляны қосып тоқып шығып кетеміз. Мінекей, қысқарады сол кезде. Тағы да бір айналдырамыз. Міне, бізде уже пайда болып келе жатыр қысқарып. Жай ғана алып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 10 петля міне. 2 петляны бірге қысқартамыз. Тағы да айналдырып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 міне. 10 петляны алдыңғы бет болғандықтан бізде белгілі енді ортасы осылай ашылып тұрады. Мына 2 петляны қосып бірге қысқартамыз. Мінекей, осылай қыздар міне айқасаңыздар, осылай айналып келе жатыр екі жағынан қысқарып. Ортасындағы 10 петля сол 10 күймен сақталып тұрады. Тек мына жақтағы петляларды қысқартамыз. Осы петля мына екі белгіленіп тұрған маркерге дейін тоқып шығамыз, қысқартып шығамыз. Сол кезде бізде мына жақта 5 петля, мына жақта 5 петля, ортасында 10 петля қалғанша қысқартып шығамыз. Кейін өкшесін, яғни астыңғы жағын қалай дөңес қылып қысқартуын көрсететін боламыз. Өзіміз дәл осылай қысқартып шығайық. Сол кезде бізде осындай болып шығу керек. Ортасында 10, екі қапталында 5-5-тен қалу керек. Мінекей, біздер астын тоқып болдық, қысқарттық, дәл осылай шығу керек сіздерде де. Мінекей, ортасында 10 петля, екі шетінде 5 петлядан қалу керек. Міне осылай шығады нәскейіміз, пинеткейіміз. Енді екі шетіндегі несін қысқартып көрсететін боламын. Мынаны алып тастай береміз. Мінекей, мынада 5-те отыр. Осыны мына шеттегі қысқартқанды былай алып аламыз да, екеуін бірге қысқартамыз. Және қайтадан өткізіп, мына жақтағы біреумен қайтадан қысқартатын боламыз. Мынау ішкі беті болғандықтан біздер 10 қысқартамыз. 3 петляны, мына жақтан бір петля, ортасындағы қысқартқан бір петля, және мына жақтан бір петляны осылай аламыз да, мына 3 петляны қосып бірге қысқартамыз. Мынаны қысқартты. 3 петлямыз бір петля болып шықты. Енді мына петляны тағы да былай өткіземіз де, мына жақтан бір петля аламыз да, енді тағы да үшеуін бірге қысқартамыз. Енді тағы да былай өткізіп, мына жақтан тағы бір петля аламыз да, былай тағы да қысқартамыз.
мінекей мына инемізде бір петля қалды. Осы бір петляның қасына мына қысқартқан петляны қосамыз, және мына жақтан тағы бір петля аламыз да, осы 3 петляны бірге осылай бір петля қылып шығарамыз. Міне мына жақтағы петляларымыз азайды. Енді керісінше айналдырамыз. Міне манағы жеріміз осылай қысқартылды. Емес бұл. Бұлай емес, осылай қысқартылды. Енді мына екінші жағын істейміз. Ол үшін мына жаққа дейін тоқып барамыз да. Тоқып барамыз. Оны тоқимыз міндетті түрде. Платочный вязка тоқып жатырмыз біздер. Мінекей, мынаны алып тастаймыз. Енді мынау сыртқы бетінен тоқып жатқаннан кейін екеуін бірге қысқартамыз. Теріс тоқимыз, бірге қысқартып алды. Енді мынаны қайтадан мына тарапқа өткіземіз де, былай мына жақтан бір петля аламыз. Үшеуін қосып тұрып, теріс тоқимыз. Міне, мына жақта үшеуі қалды. Мына қысқартылған 3 петляны бір петля айнымыз қысқартып, соны қайтадан мына инеге өткіземіз де, мына жақтан бір петля аламыз. Бір петля аламыз да, енді мына петля және мына жақтан бір петля, 3 петляны қосамыз, міне. 3 петляны қосып, бірге теріс қысқартамыз. Сыртқы беті болғандықтан теріс қысқартып жатырмыз. Қайтадан инеге өткіземіз, мына жақтан бір петля аламыз, тағы да үшеуін бірге қысқартамыз. Байқасаңыздар, екі жақтан да петлялар азайып жатыр. Міне, тағы бір петля өткіземіз. Енді соңғысында 4 петля қалды. 4 петляны бірге өткізіп жібереміз. Міне, 4 петляны бірге өткізіп жібереміз. Мінекей, бір петля болды. Осыны кішкене істейміз да. Енді біздер мына жағын тігеміз. Шовпен болады, бұл осындай пинетке пайда болды. Өкшесі осылай пайда болып шықты. Енді осы жіпті кішкене былай өлшеп аламыз. 1, 2, 3. Осылай өлшеп аламыз да. Кішкене сәл артықтап тұрса, кішкене етпес. Қиып тастаймыз да, мынадай тоқымаға арналған үлкен көзді, мінекей басы осындай ине бар. Сонда ине алғанымыз жақсы. Осыны былай жібімізден өткізіп алып, жаңағы петлямыз бар ғой, сол петлямыздың ішінен өткізіп аламыз. Жақсылап бекітеміз. Осылай жақсылап бекітіп аламыз. Енді тігу жолын көрсетіп жіберейін. Жақсылап бекітіп алды. Мінекей мына қапталда бізде мына оң жақ беті, міне, сыртқы беті. Пинеткеміздің сыртқы бетінен тұрады. Міне 4 дорожка тұр ғой. 1, 2, 3, 4. Міне осы 4-ші дорожкамен мына петля, кромочный петлялар тұр, мына жерде көрініп, соның мына жерінде осындай не бар. Петля бар, содан өткізіп аламыз. Жақсылап өткізіп аламыз. Мінекей мына жағында да дәл сол 1, 2, 3, 4. 4-ші петляның мына жерінде байқап қарасаңыздар петля болады. Сол петлядан өткізіп аламыз. Екінші бетінен өткіземіз. Осылай жақсылап тартамыз. Енді мына жағындағы мына петляны. Енді мына жағында, мына екінші жолдың мына кромочный мен бірінші несінде тұрған неде осындай петля шығады, міне жерінде. Сол петлядан өткізіп аламыз. Осылай жақсылап, қатты тартпай, бос тастамай, мына жерде де мінекей. Осылай жақсылап. Енді мына жағынан тігеміз. Соңғысы қалды мына жерінде. Енді мына жерде осылар бітті. Мына жерде кромочный петлялар тұр, былай қарасаңыздар көрінеді. Мінекей. Осының ішкі несі бар ғой, міне, үлкен болып көрініп тұр. Осының екеуімен бірдей өткізбейсіздер. Негізі тігудің неше түрлісі бар, дәл осылай тігіп тастасаңыздар да болады. Бірақ қазір мен былай көрсетемін. Ішкі қабырғасынан, мына жақтың ішкі қабырғасынан өткіземіз. Келесі дәл солай. Мына петляның ішкі қабырғасынан, мынаның ішкі қабырғасынан өткіземіз. Осылай ішкі қабырғасынан өткізіп, тоқи береміз. Тіге береміз. Мінекей, осылай ішкі қабырғасынан.
бір-біріне осылай жақсылап кигізіп бекітіп тастасақ болады. Немесе осылай байлап тастасақ болады. Мына артық қалған жібіміз жаңа қиып тастаймыз қазір бұны. Қатты тартпаймыз. Түбінен жақсылап бір бекітіп аламыз да. Мына енді ұзын болып қалды. Мына жердегі бір қабырғасы бар ғой. Міне, осындай шов болып шықты бізде. Мына жердегі қазір мына қабырғасын осылай айналдырып жасырып тастасақ болады. Жасырып тастаймыз не. Осылай айналдырып. Неке мына ұзын болып қалған жерді қиып тастаймыз да. Енді мына ең бірінші тоқылған жерімізді жасырып тастаймыз. Бұны да дәл солай. Неке мына жердегілердің бір-бір қабырғасына осылай айналдырып жасырып тастаймыз. Осындай пинетке пайда болып. Осындай. Бұны енді керісінше айналдырамыз да. Жаңағы ішіндегі тұрған жіптері бар ғой. Осы жіптерді де тоже инеге өткізіп алып. Мына жердегі петляларға жасырып тастаймыз қолдарды. Бір қабырғасын осылай айналдырып өткізіп. Әне мынаны керісінше. Мына жақ несіне өткізсек болады. Екінші қаптағы бар ғой. Тартып жібереміз да, мына шетіндегілерді қиып тастаймыз. Бұл бізде сөгітілмейді, еш уайымдамаңыздар. Енді оң қаратып қоямыз. Сондай бізде әдемі сүп секілді пинетки пайда болды. Мынау бізде 3 жасқа арналған болса, 3, 2, 3, 4 жасқа кете береді. Ал мынау бізде 1 жасқа арналған пинетки. Видеоны соңына дейін қарап шыққандарыңызға көп рахмет. Сіздер де осындай әдемі пинетки тоқып алыңыздар.